Ал оқушылардың ата-аналары бұл талапқа қалай қарайды? Түлек кешін дүркіретіп өткізуге құлықты жұрт не дейді? Жыл сайын көңілді кештен кейін көшеде шулап, кортежде жарты денесін қылтитып, жол ережесін бұзатындар аз емес. Осы мәселені бір жақты етіп, бір жола шешетін кез келген жоқ па? Халық пікіріне құлақ түрейік. Кішкене жайлау қылып да көп ақша жинамай солай жасаса, и ол ақшаларды лучше балалардың именно студент болуына соған жұмсаса дұрыс болар деп ойлаймын. Әркімде әртүрлі жағдайда, біреудің жағдайы келеді, біреудің жағдайы келмей, сол себепті меніңше істемеген дұрыс ау деп ойлаймын негізі. Мектептің ішінде болса можно, ал былай сырттай балдардың жалғыз өзін кафеге либо отдыққа олай жібере алмайды екен. Мен маманың ойымен қосылмаймын. Егер зона отдықтарға барса, демалатын жерлерге камерамен болса болады, үлкендер қарап отырса болады. Но если төбелес болып жатса, үлкендермен барған дұрыс деп ойлаймын. Барлығы балалар дейді, бірақ солардың көңілдеріне қарап неше түрлі былай солардың айтқандарын істегілері келеді енді барлығы. Ресторан дейді, лимузин, неше түрлі. Содан кейін заң бұзушылыққа алып келеді сол. Сондықтан бұрынғыдай енді сол мектептің ішінде қадағалап, мұғалімдермен бәрін ата-аналармен қадағалап жүрген дұрыс деп ойлаймын.